Қайырлы күн, құрметті оқырмандарым, қалдарыңыз қалай? Мен қазақстандық Рапунзель Мөлдір Бекжан болам. Егер танымайтындарыңыз болса, таныса кетейік. Қазақстанның бұрымды қыз байқауының жеңімпазы. Шашымды 21 жылдан бері өсіріп келе жатырмын. Ешқашан қайшы тимеген. Қазіргі уақытта шаш күтімі туралы блог жүргіземін. Сонымен қатар көптеген адамдардың шашының түсуіне байланысты, шаш өсіруге байланысты көмектесіп жатқан жайым бар. Енді құрметті оқырмандарым, мен жақында ғана өзімнің парақшама ағарған шашты табиғи қарайту және шаштың түсуін тоқтату туралы видеолар, рилстар сала бастаған болатынмын. Соның ішінде әсіресе шашты қалай табиғи қарайтуға болады дегенге байланысты өте көптеген сұрақтар туындады. Адамдардың көп бөлігі шашты қайтадан қарайтуға болмайды, бұның бәрі өтірік, жаңадан ғылыми жаңалық аштың ба деген сұрақтар қойып жатыр. Қазір эфирге осы сұрақтарға жауап беру мақсатында шығып отырмын. Сонымен қатар менің шаш күтіміммен айналысатын және мен өзімнің шаш күтімімде көмегіне жүгінетін дәрігер маман эфирге шығады. Сол маманның көмегімен екі жақтап сіздердің сұрақтарыңызға жауап беретін боламыз. Құрметті достар, сұрақтарыңыз болса, әрине жазып отыруларыңызға болады. Бірақ бұл эфирдің негізгі мақсаты дәрігер маманмен бірге шашты табиғи қарайтудың жолдары туралы айтатын боламыз. Гүлмира, қалың қалай? Саламатсың ба? Саламатсыздар ма? Қалайсыздар? Құрметті достар, Гүлмира Нұролла ханым, бұл кісі дәрігер маман. Негізі мен өзімнің жалпы денсаулығымның күтімінде, жалпы шашымның күтімінде кез келген сұрақты осы Гүлмираға қоям. Себебі Гүлмира бір жағынан менің бала күнімнен келе жатқан досым, көршім дегендей. Сондықтан қазіргі уақытта өзімнің шашыма байланысты, денсаулығыма байланысты кез келген сұрақта Гүлмираның көмегіне жүгінем, және сіздерге осы Гүлмирамен бірге отырып, сіздердің ағарған шаштарыңызды қарайту мақсатында және түскен шаштарыңызды қайтадан тоқтату, қайтадан шаш өсіру мақсатында жоба дайындап жатырмыз. Ол менің Рапунзельдің шаш күтімі курсы деп аталады. Соған байланысты қазір Гүлмира осы ағарған шашты табиғи түрде қарайтуға бола ма? Ең үлкен сұрақ осы. Соған байланысты эфирге шығып отырмыз. Бірінші кезекте өзіңмен таныстыра кетсең. Саламатсыздар ма? Мөлдір ханымның достары, подписчиктары, оқырмандары. Менің есімім Гүлмира Нұролла. Осы плазмалифтинг маманымын, яғни шаштарға плазмалифтинг жасаймын. Неге иглотерапия маманы шаш туралы айтып отыр десеңіздер, бізде Қытайда оқытқан кезде организмді бір тұстас ретінде қарастырамыз. Яғни бұл жерде трихолог тек қана шашты емдейді емес, иглотерапия маманы бүкіл организмге қарайды, және де оның шаштың өзі негізгі себептері, яғни ішкі құрылыстармен тікелей байланысты. Сондықтан иглотерапия маманы да шаш туралы өте көп ақпараттар біледі. Яғни Қытай медицинасы бойынша, шығыс медицинасы бойынша. Ал қандай сұрақтар? Басында кішкене эфир қатып қалған сияқты, тағы рет айта кетейін. Гүлмира ханым негізі терапевт. Астана медициналық университетінде оқыдың, Гүлмира? Одан кейін Қытайға барып, иглотерапия бойынша білім алып, білімін жетілдіріп келген. Оған қоса плазма терапия маманы, сол туралы айта кетсең. Плазматерапия деген кезде бұл адамның өзінің қанын аламыз да, венадағы. Сол венадағы қанын алып, арнайы центрифугаға салып, ол жерден біздің осы қанның плазмасын бөліп береді. Яғни плазма деген ол жерде көптеген тромбоциттарлық, яғни масса болады. Оны барлық біз, яғни буындарға да, ең негізгі бұл жерде шашқа саламыз. Шашты неге салу керек дегенде, ол жерде мысалы адамдардың ойылып шаштар түсіп қалған кезде, немесе қатты бір стрестің әсеріне осы шаштар түсіп қалған кезде, осы
сол жерлерге осы шаш плазманы салу арқылы организмнің осы жаңадан осы шаштың фолликулаларын активация жасап, қайтадан шаштың сол жерде өсуіне алып келеді. Яғни бұл жерде өте көп эксперименттер болған бізде науқастарда, сондай өте жақсы нәтижелер көрсеткен. Яғни ол бірден әсер береді деп айтпаймын, бірақ бірнеше процедурадан кейін ақырындап осы шаш толықтай яғни қалпына келеді. Оған енді Аллаға шүкір ондай нәтижелер бар. Жақсы. Енді бұл жерде плазма терапия туралы қозғап отырған себебіміз Гүлмира ханымның жай ғана терапевт немесе иглотерапевт емес, нақты осы шаш күтімі бойынша жұмыс жасап жүргенін көрсету мақсатында. Енді Гүлмира, бірден сұрағымызға көшейік. Жалпы шаш неге ағарады деген сұрақ бірінші. Мысалы, адамда осы барлық шаштар әртүрлі түсте болады, яғни біреудің шашы ақ болады, біреудің шашы енді сары болады, қоңыр болады, қара болады. Олардың барлығын реттеп отыратын организмде пигмент болады, яғни меланин деген пигмент. Меланиннің өзі негізі меланоциттерден яғни тұрады. Оның негізі қызметі осы шашты бізде бояйды. Яғни шаштың түбінде, мысалы, шаштың фолликуласы деген, мысалы, шашты өсіріп шығаратын фабрика болады, осылай айтқанда. Сол фабриканың жанында осы меланоциттер болады, яғни осы алады да шаш түзілгеннен кейін оны бояйды да сыртқа шығарып отырады. Яғни шашта осы меланоциттердің мөлшері азайып кеткен кезде осы шаш ағарып бастайды. Яғни оны бояйтын зат жоқ өйткені организмде. Осы тек қана меланин ғана осы шашты бояйды. Оны шашты бояйды да шығарады. Ол әртүрлі жағдайларға байланысты осы меланиннің мөлшері өте азайып кетеді. Мысалы, бірінші себептеріне келетін болсақ, мысалы, кейбір науқастар болады, белок жемейтін, яғни диетада өте қатаң диетада отыратын адамдарда белок азайып кеткен кезде, яғни сол меланоциттермен осы белокпен байланысады ғой олар. Егер де белок организмде азайып кететін болса, олардың байланысатын нәрсесі жоқ. Сондықтан олар, мысалы, тироидин азайып кеткен кезде, олар өте меланоциттің байланысатын заты болмағаннан кейін шаш ағарып бастайды. Екіншіден, осы қатты стресс болған кезде. Мысалы, кейде болады ғой, мысалы, меланоциттер бір күнде, яғни біртіндеп азаймайды ғой. Ол біртіндеп азаймайды ғой. Ал кейбір адамдарда болады ғой, мысалы, стресстің кезінде бір күнде шаш ағарып кететін. Ол қалай болады десеңіз, мысалы, стресс кезінде организмде өте көп кортизолдар, адреналин, солардың барлығы бөлінеді, солар барып осы меланоцит пен белоктың осы байланысын бұзып тастайды. Яғни меланоциттерді сразу ыдыратады. Сондықтан адамның бір күнде шашы ағарып кететіні сондықтан. Яғни ол осы қосылысты бұзып тастағаннан кейін бірден осы меланоциттерді ыдыратып жүреді, сондықтан адамның шашы бір күнде осы аппақ болып кетуі мүмкін. Ал Гүлмира, осы жерде кішкене мен бір түсіндіріп жіберейін, құрметті Гүлмира ханым дәрігер ғой, енді мен қарапайым жалпақ тілмен түсіндіріп жіберейін. Құрметті оқырмандар, яғни адамның ағзасында меланин деген пигмент болады, ол адамның шашының түсіне жауап береді. Адамның ағзасында осы меланин деген пигмент азайған кезде шаш ағарады. Гүлмира ханым айтып отырғандай, шаш бірден ағарып кететін процесс болады. Оған әртүрлі жағдай әсер етуі мүмкін. Ең бірінші стресс. Маған жазатын оқырмандарымның көбі шашың неге ағарды, қандай проблема дегенде ер адам болсын, әйел адам болсын айтатыны стресс. Осы стресс бірінші фактор ретінде қарастыруға болады. Мысалы қандай? Бір аяқ астынан жақынынан айырылды, немесе білмеймін, ажырасты, болмаса қандай да бір жаңағы неше түрлі жағдайлар болуы мүмкін, стресске түсер. Бірақ күннің ішінде, бірақ түннің ішінде шаштың ағаруы, немесе бір-екі айдың ішінде шашы ағарып кететін адамдар болады екен, және бұл ертегі емес. Ал енді біреулері шашты ағарып бастайды, басында 5-6 талдан, сонан кейін ол көбейе береді. Яғни адамның ағзасындағы осы меланин деген ең бастысы пигмент, сол азайғанның кесірінен шаш ағарды. Егер сол пигментті қайтадан толықтайтын болса, онда шаш қайтадан табиғи түрде қараяды. Бұл ешқандай ертегі немесе ғылыми жаңалық емес. Енді осы жерде Гүлмира ханым өте қарапайым жалпақ тілмен, қазақ тілмен түсіндірсеңіз, шаштың ағаруына не әсер етеді? Бірінші стресс дедік, онан кейін екінші тұз, яғни витаминдердің жетіспеуі, микроэлементтердің азаюы, солардың барлығы жатады. Одан кейін үшінші дұрыс тамақтанбау. Яғни дұрыс тамақтанбаған кезде, мысалы, фастфудтар, осы қанттар жейтін болса, ол организмдегі осы витаминдердің қорын алып қояды да.
Сондықтан ол витаминдер өзі бұрыннан аз болса, одан сайын азайып тастайды да, одан кейін шаш ағарып кетеді. Одан кейін төртіншісі, бұл яғни қылқанша безінің ауруы болатын болса. Өйткені, мысалы, қылқанша безінде егер де бір гормондарда ауру болатын болса, онда негізі қылқанша безінің Т3, Т4 деген гормондары осы меланоцит бар ғой бағанағы. Меланинді осы өндіретін жасушаларды, солардың қызметін жоғарылатады. Егер де қылқанша безінің қандай да бір аурулар болса, яғни осы гормондардың мөлшері азаяды, сөйтіп осылардың мөлшері азайғаннан кейін бағана меланинді өндіретін жасушаларды, яғни синтездемей, соған қызметін азайғаннан кейін, яғни міндетті түрде онда меланин азаяды. Сонда меланин азайғаннан кейін шаш ағарады. Одан кейінгі себебі, мысалы, шылым шегу. Шылым шегу, ол яғни адамдың организм барлығы улайтындықтан, ол шаштағы біздің фолликулаларды да, яғни оған травма яғни көрсетеді да, олардың да қызметін бұзады. Сондықтан меланин азаяды да, шаш ағарады. Одан кейінгі... Осы жерде, айта бер. Айта бер. Осы жерде жаңағындай темекіге байланысты айта кетейінші, шашым ағарды деп көп ер азаматтар жазады ғой. Соның шаш ағаруының үлкен бір себептерінің бірі осы шылым шегу болып табылады. Қыздардың да, жасөспірімдердің де шаштарының ерте ағаратын себебі қазір ер азаматтармен қоса қыздардың да шылым шегуі күннен күнге артып бара жатыр, иә. Бұрынғы кезде мысалы бір қыздардың шылым шегуі көп байқала бермейтін болса, қазіргі уақытта сауда орталықтарының алды болсын, парктер болсын, ешқандай бір ашықтан ашық шылым шегуді көрсетеді. Яғни бұл дегеніңіз шылым шегудің санының өсіп бара жатқаны сіздің шашыңыздың ерте ағаруына әкеліп соғады деген сөз. Жақсы, ары қарай Гүлмира жалғастыра бер. Ары қарай, яғни қызық болса да, келесі себебі бұл яғни шаштың көп түсуі. Неге десеңіз, мысалы, шаш көп түскен сайын, уақытынан бұрын ерте түсе берген сайын, яғни меланиннің пигменті азая береді. Яғни шаш негізі нормада 5-7 жылда яғни түсу керек та, оның орташа уақыты. Мысалы деген, ол ай сайын 100 тал түседі ғой, бірақ та оның әрбір шаштың өзінің орташа 5-7 жылдан кейін түсіп, яғни жаңарып отырады. Сол мысалы 5-7 жылға дейін жетпей, яғни тезірек түсе бастаған кезде меланиннің пигменті запасы кете бастайды. Соны азайып, запасы азая бергеннен кейін, мысалы, қазір кезде шашы көп түсіп бастаған адам кейін ертерек, басқа жандағыларға қарағанда ертерек шашы ағаратын болып келеді. Яғни пигменті қоры азаяды. Одан кейін келесі себептердің бірі ас қорыту жолдарының, яғни бұзылыстары. Мысалы, ас қорыту, сіз қандай витамин ішсеңіз де, мысалы, қандай дұрыс тамақтанып жасаңыз да, егер де ас қорыту жолдарыңыз дұрыс болмаса, яғни шектерде, мысалы, шектерде көбінесе витаминдер сіңіріледі, микроэлементтер. Егер де ол жерлерде проблема, ол жерлерде жаралар болатын болса, колит болатын болса, яғни витаминдердің, яғни сіңбейтін аурулары бар, күрделі, мысалы, медицинада. Сондай аурулар ұшырайтын болсаңыз, онда витаминдер қалай жесеңіз де, тамақтансаңыз да дұрыс сіңбейді, ішек құрылыстарыңыз дұрыс болмаса. Және де бұл жерде көп қатаң диета ұстайтындар бар оның үстіне. Мысалы, ет жемейтіндер бар, мысалы, вегетариандар, яғни олар белоктың мөлшері азайып кеткеннен кейін, яғни оның құрылыс материалдары болмайды да, оған бағанағы меланоциттерді құрайтын. Содан кейін ол меланин мөлшері азайып, және де осы шаш ағаратын болып келеді. Жақсы. Яғни осы жерде өте бір басты айта кететін мәселе, шашы түсіп бастады ма, демек оны уақытында тоқтату керек. Егер шаштың түскені уақыт өткен сайын көбейе беретін болса, онда ол жаңағы меланинге әсер етеді, демек енді сізге шаштың ағаруы қосылады. Енді сізде шаштың түсуі бар еді, оған ағаруы қосылды. Бұл жерде емдеп жазу дегеніңіз процесі одан да күрделене береді деген сөз. Демек, шаш түсті ме уақытында тоқтату керек, шаш ағарып бастады ма уақытында тоқтату керек. Енді осы жерде келесі сұрақ. Балалардың шашы неге ерте ағарады? Маған жазатын оқырмандарым, кейбір оқырмандарымның хаттарынан бар ғой, шынын айту керек, жүрегім ауырады, кейбіреуінен шалқадан түсе жаздайсың. Мысалы, бір кісі жазды маған, үйінде 3 баласы бар екен, 3 жаста 5-6 тал ақ шаш бар, 10 жаста шамамен бір 10-15%, 12 жаста 20% ағарған дейді. Менің өзімнің жасы, мен ұмыт қалдым, 40 қанша жаста ма, әйтеу, менікі тағы 50 қанша, 50-60% деді ма, ағарған деді. Енді осы жерде балалардың шашы неге сонша ерте ағарып тұр, және осы жерде мен өте бір көңілім қалатыны, мен жүрегім ауыратыны, балалардың шашы ағарып тұр, бірақ еш нәрсе жасамайды ғой, бір табиғаттың заңдылығы сол сияқты.
яғни қазіргі кезде өте проблемалардың бірі, өйткені нормада бұрынғы кезде яғни ешқашан балалардың шашы ағармайтын. Себебі ол тікелей бірінші тамақтануға байланысты. Яғни мысалы шаш ағара берсе, ол мысалы сыртынан осы ешқандай бір барлық уходтарды жасасаңыз, ол ешқашан кетпейді, ол оған әсер етпейді. Өйткені организмнің ішінде сол меланоциттер бөлініп боялып шығады ғой. Сондықтан оны меланоциттердің қорын яғни азайтатын не балаларда? Мысалы олар көбінесе фастфудтар жейді, қантты тамақтарды көп жейді. Қазіргі кезде мысалы балалардың осы магазин алатын заттарының барлығында қант жоқ нәрсе жоқ ол жерде. Мысалы қант не үшін зиян деп барлық шырылдап жатады. Өйткені ол қант просто организмнің өзінің ішінде витаминдерді бірге шайып шығарады да ол. Мысалы осы қант қорытылу үшін міндетті түрде витаминді алады организмдегі, сонымен бірге барып, сонымен бірге байланысып барып, сосын қант қорытылады. Яғни қант өзінен өзі қорытылып кетпейді, ол витаминдерді алып, сонымен байланысып, содан кейін қорытылады. Яғни витаминнің қоры қаншалықты азайған, тек қана витамин емес, ол тек қана микроэлементтердің барлығында мөлшерін азайтады. Соның мөлшері азайғаннан кейін организмде қор азаяды сондай. Содан кейін осы меланоциттердің мөлшері де азаяды, содан кейін меланиннің мөлшері де азаяды, содан кейін ағарып бастайды организмде балалардың шаштары көбінесе осылай. Сонда Содан кейін балаларда Аха. тағы да кішкене әке шешесінің мысалы ұрыстарынан болған кезде сондай кішкене стресс те алатын болып келеді бала. Яғни стресс болған кезде үнемі мысалы көз өзіне көңіл толмау, яғни ұрыстарды ести беру, мысалы болады ғой енді анасы жоқ, әкесі жоқ, яғни отбасыларда, оларда да белгілі бір қандай бір дәрежеде қоғамнан қысым көреді, яғни оларға да кішкене стресс, травма болады, яғни детский. Солардың әсерінен де шашқа, яғни кортизолдар, адреналиннің күшею әсерінен осы меланоциттерді ыдыратып жібереді. Сондықтан олар тікелей байланысты. Мысалы организм не үшін микроэлемент, осы бағанағы витамин не үшін маңызды деп жатырмыз? Өйткені бұл егер де организм бір нәрсе жасап шығу үшін, бағана меланинді жасап шығу үшін міндетті түрде құрылыс материал керек қой оған. Егер зат болмаса, ол неден жасап шығады? Егер де сіз пайдалы тамақ жемесеңіз, витамин жемесеңіз, қандай да бір құнарлы заттарды емдемесеңіз, оны ол қалай жасап шығады? Соны ойлану керек та. Жақсы. Осы жерде достар, мына нәрсені түсіндіре кетейін. Жаңа балалар стресске түседі және кортизол бөлінеді деп айттың, иә? Осы жерде кортизол деген қазақша тілмен айтқанда, енді достар түсінікті болу үшін, бұл кортизолдың оны күйзеліс гормоны немесе стресс гормоны деп те атайды. Кортизолды. Адам ағзасына стресс түскен кезде, стресс болғанда кортизол бөлінеді. Ол бөлінгенде қан тамырлары қысылып қалады. Сөйтіп бүкіл ағзадағы қан айналым бұзылады. Сәйкесінше мына шашқа баратын қан тамырлары қысылады. Қан тамырлары қысылады деген сөз бұл шаштың түсуіне, шаштың ағаруына әкеледі деген сөз. Яғни балалардың жаңағы бір денсаулық жағдайына байланысты, үйдегі ұрыс-керістің жағдайына, дұрыс тамақтанбау, магазиннен мысалға 1-2 жастан бастап құдай-ау ана кола, KFC, сушиді бересіздер. Осы тамақтану, нашар тамақтану, витаминнің жетіспеушілігі оның шашының ағаруына алып келеді. Осы жерде мына сұрақ енді Гүлмира. Тұқым айтады ғой, тұқым қуалаушылық дейді. Біздің үйде сондай тұқым қуалаушылық бар еді. Енді балаларында да тұқым қуалаушылық болды, бұл солай қалады деп. Енді тұқым қуалаушылық болған кезде бұны жазуға бола ма? Баланы болсын, ересек адам болсын, табиғи түрде қарайтуға бола ма? Яғни болады. Мысалы, барлық ауруларда, мысалы, тек қана шаш емес, барлық ауруларда тұқым қуалайтын аурулар болады. Яғни олардың өзі 5%. Мысалы, 5% қана соған себеп болады да, ал 95% сіздің өзіңізге байланысты. Егер сіз дұрыс тамақтанып жүрсеңіз, дұрыс емделсеңіз, не үшін сізде болған нәрсе балаларыңызда болу керек? Яғни бұл 5% алады, ол үлкен процент емес. Яғни сізде 95% өзіңізге байланысты. Сондықтан ол толықтай емдеп жазуға болады. Яғни мен әке-шешем де ақ болды екен, менде де ақ болады, балаларымда міндетті түрде ақ болады деген ондай емес. Егер сіз дұрыс пайдаланып, дұрыс емделіп, яғни тез маманға жүгінетін болсаңыз, онда сізде ақшаш болмауы да мүмкін сізде. Яғни ертерек емделсеңіз. Демек, достар, тұқым қуалаушылыққа естіп тұрғандарыңыздай 5%
байланысты. Ал сіздердің тұқым қуалаушылық деп жалтара салуларыңыз ол сылтау, қазақша айтқанда. Енді осы жерде достар, мына нәрсені түсіндіре кетейін. Жаңа витамин жетіспеушілік деп айтып жатыр ғой. Болды, менің ағзама витамин жетіспейді екен деп, ана жарнамаға сүйеніп, мына компанияның өнімі керемет, көршім ішіпті, жағдайы жақсарыпты деп, кез келген витаминді алып іше салу дұрыс емес. Қаншама адамдармен сөйлесіп келе жатырмын, барлығының алатын витаминдері омега 3 дейді, қара зере дейді, сонан кейін тағы не бар, біреу цинк алып ішіп жатырмын, біреу кальций алып ішіп жатырмын дейді да. Мен де оның түрін ішкем достар, мен де оны ішіп өзімнің тәжірибемнен өткізіп тастағам. Ол витамин ішу үшін, ана меланин деп жатыр ғой, соны толықтыру үшін нақты адамның шашының ағаруына, түсіне жауап беретін нақты витаминдер болады. Оған анализ тапсырып қана барып ішу керек. Мысалы, сіздің ағзаңызда D витамин немесе B витамин маған жетіспейтін сияқты деп аптекадан немесе бір компаниядан алдыңыз, оны ішіп жатсыз, бірақ сіздің ағзаңызда ол жеткілікті болатын болса, сіз ішкеннен кейін оның мөлшері, қоры көбейеді ғой, ол сізге керісінше әсер етуі мүмкін. Демек, кез келген жерден витамин алып іше салу, ол біріншіден сіздің қаражатыңыз, ақшаңыз далаға кетеді деген сөз. Екіншіден, ол сіздің ағзаңызға керісінше әсер етуі мүмкін. Сондай жазатын адамдар да бар. Онан кейін үшіншіден, сіздің көңіліңіз қалады. Мен витамин алып ішсем, болды, маған әсер етпейді, демек маған ары қарай емделудің ешқандай қажеті жоқ. Елдің бәрі өтірікші, адамдардың барлығы айта береді деген ой қалыптасады. Сондықтан кез келген витамин сатып алып ішіп, бекерден бекер ақшамызды құртпаймыз. Енді осы жерде ең үлкен сұрақ. Шаш ағарды, оны емдемесек не болады? Сосын тағы мына нәрсе, тағы бір айта кетейін, шаш ағарып бастағанда біреуінікі тез ағарады дедік, біреуінікі жай ағарады дедік. Егер сіз енді ағара бастағанда 5-6 тал ағарған кезде, оны түбінен апарып қайшымен қимай, оны қолмен жұлып тастап, орамалдың астында бояп тастап, жасырмай, оны емдегеніңізде, ерте емдегеніңізде нәтиже болатын еді. Ал енді сіздің шашыңыздың ағаруы күннен күнге көбейіп бара жатыр, соны емдемесе не болады? Яғни, мысалы, шаш енді ағарып бастаған кезде, оны емдемесеңіз, ары қарай меланоциттердің, яғни қоры азайды деген сөз ғой. Ол ары қарай азая береді. Яғни, басында шаш міндетті түрде ошақ түрінде ағарады. Яғни, бір жерде ғана, мысалы, самайда ғана болуы мүмкін, төбеде ғана мүмкін. Кейін ол уже көлемі ұлғая бастайды. Көлемі ұлғайып, кейін тіпті 100%, яғни диффузный түрде ағаруға дейін алып келеді. Мысалы, ақ шаштар мен қара шаштардың пигменттелген, яғни шаштардың айырмашылықтары бар. Мысалы, ақ шаштарда сіз укладка жасасаңыз, ол уже бұрынғыдай тұрмайды. Өйткені ол өте қалың болып келеді, жуан болып келеді, және де ол ешқандай осы укладкаларға, сондайларға осы сезімтал емес болып келеді, яғни оларға тұрмайды. Сондықтан әрі қарай егер де емделмесеңіз, онда шашыңыздың ағаруы одан сайын көбейе береді. Яғни бұл организмде, яғни мысалы организм өзі, мысалы, өте организм ешқашан өтірік айтпайды ғой. Мысалы, сіздің денеңізде не жетіспей тұр, организм соны көрсетіп тұр. Яғни сіз уже ақ шаш көрінгеннен кейін, сізде бір нәрсе дұрыс емес екенін уже сізге айтып жатыр организмді, денеңіз айтып жатыр. Сондықтан осы кезден бастап өзіңізді, мысалы, қолға алып уже емделу керек деген сөз. Өйткені ол көрініп тұр, көрініс болып тұр да, ол жерде де. Мысалы, осы кезде тағы айтып кеткім келеді. Мысалы, қазіргі кезде психосоматика деген өте айтылып келіп жатыр ғой. Мысалы, жанның ауруының әсерінен, мысалы, дене ауырады деп. Мысалы, сіздің денеңіз негізінен осы ауруын, адамдардың барлығы, мысалы, жанның ауруын қарамайды. Мысалы, жанымыздың қай жері ауырып жатыр екен, не болып жатыр екен деп қарамайды да. Ал осы көбінесе денеде бір өзгеріс болғаннан кейін ғана қарап жатады. Мысалы, шаш көбінесе ағарып кететін адамдардың, мысалы, көңіл күйімдері мынандай болады. Мысалы, олар өте түңілгіш болып келеді. Мысалы, физикалық өмірде осы барлық қаражат жетіспейді деген сондай көп ойлар болады оларда көбінесе. Рухани осы ойдардан көрі, осы көбінесе осы материалды жағдайды жоғары қойып қояды. Егерде материалды жағдайлар, егерде сіз солай рухани жақтан өте көп
материалдық жағдайды көп қойсаңыз, онда сіздің шашыңыз көбінесе ағарып бастайды, яғни. Және де сіз өзіңізді ондай түңілген жағдайда, және де ешкімнен көмексіз, сондай болып дәрменсіз сезінсеңіз, осы шашта ағарып бастайды. Яғни бұл шаш не үшін ағарып тұр? Сізге ол сезіміңіздің дұрыс емес екендігін айту үшін ағарып жатыр. Сондықтан да осы психосоматиканы да бірге емдеу керек болып табылады бұл кезде, өзіңізді Сіз мысалы қандай да бір стресс, қандай да бір өзіңіз контроль жасай алмайтын жағдай болған кезде уже шашың ағарып бастайды. Сол кезде мысалы шашы ағарған адамдардың өздері біледі, яғни қай кезден бастап шашы ағарғанын. Оның алдында қандай да бір өзі контроль жасай алмайтын жағдай болды, мен дәрменсізбін, мен оны шеше алмаймын деген осы жағдай болған кезде осындай шашы ағарып бастайтынын өзіне сұрақ қойса, өзі есіне түсірсе, мысалы барлық адам тауып алады оны. Солай шаштарыңыз, мысалы шашты кішкене ағарған кезде оны жұлмаудың осы ғылыми негізі бар негізі. Мысалы шаш өсіп бастады, оны көріп тұрсыз аппақ екендігі. Мысалы шашты жұлып алсаңыз, сіз оны шаштың мысалы арнайы өсетін фазалары болады. Сол өсетін фазасын сіз жұлғаннан кейін оны қысқартып тастайсыз. Яғни оны қысқартып тастағаннан кейін келесі шаш әрине аппақ шаш болып шығады, бірақ та оның өмір сүру уақыты қысқа болып қалады уже. Бағана өсу фазасы қысқарғаннан кейін қысқарып бастайды. Одан кейін сіз шашты жұлғаннан кейін оның жанындағы мысалы басқа шаштардың мысалы фолликулаларына уже травма жасайсыз да, одан кейін олардың да шашының біртіндеп осы ағаруына алып келеді. Сондықтан шашты жұлу бұл жерде өте қауіпті, себебі жандағы фолликулалар шаштарға, соларға әсер етеді, травма болады оларға да. Сондықтан олардың шаштарының да тез жандағы шаштардың да ағаруына алып келеді. Сондықтан міндетті түрде осы ақ шашты көрдіңіз ба, оны жұлмаймыз. Өйткені ол дәлелденген. Иә, жаңағы шаштың өсу фазасы дегенді өте жақсы түсіндіре кеттің. Негізі адамдарда мына шаш күтімі дегенді білмейді, шаштың өсу фазасын мүлдем білмейді, өзінің шашының типін білмейді, шашының типіне қарай күтім жасауды білмейді. Шаштың ағаруы мен түсуіне алып келетін факторлардың бірі осы тип күтім жасай алмаушылықтан шаш зақымданады, зақымданғаннан кейін шаш түседі, шаш ағарады. Осы жерде жаңа мына сұраққа қатты көзім түсіп жауап бермесе болмайтын болып тұр. Бір кісі жазыпты, сонда шаш түскенде жазған жаңағы шампун деген өтірік пе дейді, сабындар, шаш қарайтады деген сабындар мен шампундар өтірік пе дейді. Достар, сіздерге мен мысалы осыған байланысты көптеген адамдармен жұмыс жасаймын ғой. Алдында ғана бір кісімен сөйлестім, бір Қытайдың шашты қарайтады деген сабын ба, шампун ба сондай алыпты, оны 28 мың қалған. Сосын алдымен оны сатып алған, содан кейін айтқан, енді шаштың ағаруы бұл ішкі ағзадан сіздің бүйрегіңіздің жұмысын дұрыстату керек деп, оған бүйректің дәрісін сатқан. Сол себепті бұл жерде өте үлкен адасушылық. Сіз қараңыз, мына шаш қарапайым тұрғыда, мынау шаш деген бұл сырттан өсіп тұрған жоқ, мына жаққа жалғап қоя салған жоқ. Ол іштен сыртқа қарай өсті. Демек, бұл шаштың түсуіне бағана айтып отырғандай неше түрлі факторлар, неше түрлі жағдайлар әсер етеді дедік. Енді сол жаңағы адам стресс деді, күйзеледі деді, не істерін білмейді, психосоматика деп айтып жатыр. Соның бәрі бекер айтылып жатқан жоқ. Ол адам стресске түсті, қиналды, не істерін білмеді, соның көрінісін сізге сыртыңызға шығарып береді. Денсаулығыңыздың көрінісін шығарады. Жаңағы көңіл күйіңіздің көрінісін шығарады. Содан шашыңыз түседі, шашыңыз ағарады, жаңағы тырнақтарыңыз неше түрлі жырылып кетеді, бетіңізге әжім түседі. Неге? Себебі мына шаш дегеніміз, бет дегеніміз ол біздің денсаулығымыздың айнасы. Егер сіздің ар жағыңызда деніңіз сау болған кезде, онда мына шашыңызда сау болар еді. Сіздің бетіңізде сау болар еді. Сондықтан жаңағы шампун, сабын дегеніміз, сіз аласыз да оның тек қана сыртына жағасыз, оны жағуыңыз мүмкін, жууыңыз мүмкін, ол ұзаса бір 20-30% ғана әсер етуі мүмкін. Кішкене сәл-пәл шашыңыздың түскен тоқтағандай болуы мүмкін. Bir қарасаңыз балапан шаштар бір қылтиып 3-4 тал шыққандай болуы мүмкін да, бірақ ол мүмкін ғана. Ол сізге проблеманы толық шешіп бермейді. Сондықтан сіз ақшаңызды далаға шашып жатсыз, шампун деп, краска деп. Енді осы жердегі үлкен бір жағдай, шаш жұлу туралы да өте жақсы айттың, Гүлмира, рахмет. Енді краска, шаш
бояудың зияны. Басында маған оқырмандарым жазады, 2-3 айда шашымды бір бояймын дейді, онан кейін 1 айда бір бояймын дейді, сонан кейін 15 күнде бір бояймын деген мен үшін потолок болған. Мен шашым боямаймын ғой. 15 күнде бір боясам, мынау қалай болады деп ойласам, маған бір кісі жазды ғой, мен 1 аптада бір бояймын деген кезде, мен кәдімгідей таң қалып қалдым, мен аузым ашылып қалды ма, бірақ ол да бер жақ екен. Сосын жаңа сен айтқандай, менің шашымды краска ұстамайды деп жазды. Краска ұстамайды, уже бояй шаршадым, уже ұстамайды дейді. Бояу ағып кетеді деді. Сонан кейін жаңағы негізі ол да бер жағы шаш бояп неше түрлі проблемаларға ұшырап, шашының түсуі көбейіп деп, және осы жердегі ең үлкен қорқыныш, адамдар жаңағы шаштың толық ағарып кетуінен қорқады. Уже бояу ұстамай жатыр, оны көріп тұр. Сонан кейін шаштары оған қоса шашы түсіп жатыр. Жаңағы шаш түскен кезде ағарады, немесе ағарған кезде түседі. 2 процесс қатар жүреді дедік. Енді әсіресе таз болып қалудан қорқады адамдар. Сонан кейін ең үлкен қорқыныш өзі айнадан қарап, одан да ол қатты адамға бір оншалықты толыққанды стресс сыйламайды екен. Толыққанды оны ей деп саған емделу керек деген нәрсені сыйламайды екен. Ең үлкен қорқынышы, тойға барам, мына шашым ағарып кетті, прическа жасауға болмайды, келмейді, бояуға келмейді, жұмыс жасаймын, мен бояуға келмейді. Ең үлкен қорқыныш осы екен сонда. Біреудің алдында көріну. Енді осы жерде бояудың зияны туралы айта кетші, Гүлмира. Бояудың қазіргі кезде мысалы химикаты бояулардың барлығы мысалы шаштың фабрикасы деп айттық қой, шаштың фолликулаларына өте үлкен зақым тидіреді. Яғни фолликула деген ол тірі зат қой. Ол біздің яғни шашты осы өсіріп шығаратын фабрикамыз. Яғни ол химикаттар үнемі түрде табиғи бояу деген күннің өзінде оның ішінде міндетті түрде енді химикаттар болады. Ол табиғи бояу, мысалы хна дегендеріңіздің өзінде ішінде негізінен осы химикаттар бәрі жасырылған ішінде. Ол просто сыртында жазылмай тұрады да. Бірақ мысалы шаштың сонда бояуды ұстау үшін бағанағы шаштарға міндетті түрде ол химикаттарды қосады, онсыз болмайды, өйткені ол онсыз шаш сіңбейді, шашты боямайды. Сондықтан оны ойлануларыңыз керек, табиғи бояу деген негізі болмайды, былайша айтқанда. Оның бәрібір табиғи құрамдар болуы мүмкін, бірақ олармен бірге бәрібір химикаттар болады. Себебі химикаттарсыз шаш боялмайды. Сондықтан әрбір шаш бояған сайын оның фолликулаларынан, қан айланымынан, нервтердің, солардың бастың шаштарында түбіндегі нервтерге, соның барлығына мысалы сіз осы травма жасап отырасыз, жарақат жасап отырасыз. Жарақат жасаған сайын олардың қызметтері яғни бәсеңдей бастайды. Шаш деген шаштың өсуі мысалы азайып бастайды. Өздеріңіз де байқаған шығарсыздар. Одан кейін шаштың ағаруы тезейді. Мысалы уже бұрын осы 1 айда бір рет нетсеңіз, 2 аптада бір рет, одан кейін 1 аптада бір рет осы шашыңызды тез бояй бастайсыз. Мысалы басқаларға қараған кезде, мысалы ағарған шаштар, бұлар қарайған шаштарға қарағанда тезірек өседі. Байқайсыздар ма? Соны өйткені ол пигменттенмегеннен кейін, уже пигментке малынып шықпағаннан кейін ол тезірек өседі. Оған қараған кезде, қара шаштарға қараған кезде. Сондықтан қара шаштарыңыз толықтай, яғни осы егер де боялмаған шаштарыңыз, егер де соған бояу тиетін болса, оның одан сайын жақын арада тезіректе осы ағаруына алып келеді. Сондықтан өте зиян. Мысалы, және де бұл жерде көп сұрақтар келіп жатыр ғой, яғни ағарған шаштар, негізі ағарған шаштарды толық қалпына келтіруге бола ма деп. Толық қалпына келтіруге болады, және де бұл жаңалық емес. Барлық нутрициолог, яғни дәрігерлер, превентивті осы медицинада дәрігерлер біледі, ол шашты толықтай қалпына келтіруге болады. Егер де сізде 100% шашыңыз ағарып кетсе, сіздің емделуіңізге ұзақ уақыт кетуі мүмкін, бірақ сіздің шашыңыздың ағары қайтадан қараюына болады. Бұрынғы қараю емес, яғни өзіңіздің түсі қандай болды, яғни шашыңыздың бастапқы кезде сондай түске келуіне болады. Және оған сеніңіздер. Және мұнда жазыпты, сонда 1000 тал ағарған шаш дейді. Және жасым 45-те, 50-де, маған 60-тағы кісілер жазады. Демек, олар жасының ұлғайғанына қарамастан, егер шынайы ниеттеніп сонымен жұмыс жасайтын болса, онда дәрігер ханымның өзі айтып отыр, шашты қайтадан табиғи түрде қарайтуға болады. Және оған біраз уақыт кетуі мүмкін, әрине сіздің энергияңыз кетуі мүмкін, нақты онымен жұмыс жасау керек, достар. Енді осы жерде тағы бір сұрақ болғанда, енді шаштың ағаруы туралы түсіндіңіздер деп ойлаймын. Шаштың енді түсуіне байланысты келейікші.
Осы жерде достар ескерте кетейін, жаңа айтты сіздерге Гүлмира ханым, иә, басында шаш ағарғанда ошақ болып ағарады деді. Ол бір жерден ошақ болып бір ағара бастайды да, содан кейін ол әр жерге жайыла бастайды деп айтты. Енді сол сияқты сіздің шашыңыз түсті. Шаш түскенде басында тараған кезде байқалады, ол аздап түсе бастайды. Біраз уақытта тарағыңыздағы шаш уыстап түсе бастайды, яғни көбейе бастайды оның саны. Сонан кейін оны сол кезде негізі тоқтатуға болатын еді. Жоқ, бірақ біз тоқтатпаймыз ғой. Жүре бересіз, дұрыс, тағы да жүре беріңіз. Сосын сол жүре бергеннің кеселінен ол біраз уақытта жай ғана мына қолмен сипағанда түседі. Онан кейін енді біраз уақытта киімдерге жайдан жай өзі жабысып түседі. Жатқан жастығыңызда қалады. Содан үйдің іші, кілемнің үсті бәрі шаш болатын. Содан онан кейін ол кезде де сіз тоқтамайсыз, жүре бересіз орамалдың астында деп. Содан ол не істейді, ол ойылып түсе бастайды, жаңағыдай ошақ болып. Маған көбі жазады, басында мына маңдай шешімнен ошақ болып ойылып еді, енді ары қарай кетіп бара жатыр деген мәселені көп жазады. Енді сіз ол кезде де ештеңке жасамайтын болсаңыз, сіздің шашыңыз таз болып қалуы әбден мүмкін. Мүмкін емес, таз болып қалады. Себебі қазіргі уақытта мына тамақтанудың әсері, бояудың әсері, ұйқыңыз дұрыс емес, стресс, ішіңізден ашуланып жүрміз дейсіз, психосоматикасы бар, сіздің шашыңыз тазданады, егер оны сіз тоқтатпайтын болсаңыз. Осы жерде Гүлмира, ендігі ең үлкен сұрақ мынау ғой, шашыңыз түсті, оны тоқтатуға бола ма? Шашты түсу, оны тоқтату өте жеңілдірек, яғни оны басқа ағарып кеткенге дейін, оны егер шашыңыз түсіп бастаса, оны қалпына келтіру өте тез қалпына келтіруге болады. Және де оның нәтижелері өте жақсы, және де оған 100% адам сенеді деп ойлаймын, өйткені ол өте жиі, яғни емдеу процестерінің әсерінен осы шаштың түсуін қалпына келтіруге болады. Өйткені мысалы шаш не үшін түседі, соның себептерін анықтап алып, егер сонымен жұмыс жасайтын болсақ, онда шаштың толықтай қалпына келіп, яғни бұрынғы қалыңдықта, сіз ойламаған қалыңдыққа дейін өсуі мүмкін. Ол болатын нәрсе ол, және шындық ол. Шаштың түсуін тоқтатуға толықтай болады. Яғни оған достар емделетін болсаңыз гарантия. Гарантия деген сөз жақсы көреді ғой, гарантия бар ма деп. Яғни бұл жерде бірінші сіздің шашыңыздың түсуі тоқтайды. Тоқтағаннан кейін жаңағы мына терісі көрініп қалды ғой, ойылып қалған жерлері бар. Сол жерге ақырында балапан шаштар шыға бастайды. Содан кейін ол жаңа айтқандай сіз ойламағандай дәрежеде қалыңдайды. Бұның барлығы болатын, жүзеге асатын процесстер. Негізі осы, жаңа тағы бір сұрақтар ойыма, міне балалар есіме түсіп кетті. Содан кейін маған босанған әйелдер көп жазады. Босанған кезде шашым көп түседі, қазір уыстап түсіп жатыр, бірақ негізгі мәселе онда емес. Осы бір проблеманы шешпегеннің кеселінен ары қарай проблема болып жалғаса береді. Осы кезде былай айтады: менің жаңағы өзінің қыз кезінде шашы жұқа еді, немесе босанғанда шашы көп түсті, оны тоқтатпады, емделмеді. Енді ары қарай менің баламның шашы жұқа, менің баламның шашы өспейді деген сұрақты көп қояды. Осы кезде достар, негізінде адам екіқабат кезінде және босанатын, емізетін кезінде күтімін дұрыстау керек еді. Онан кейін бір баланы босанып алдыңыз ба, ары қарайғы күтіміңізді дұрыстап келесі балаға сіз дайындалуыңыз керек еді. Шашыңыз жұқа болды, уыстап түсіп жатыр, тіпті ағарып жатыр, еш нәрсе істемедіңіз, дайындалмадыңыз. Енді бұл сәйкесінше сіздің балаңызға беріледі. Неге? Себебі сіз екіқабат болған кезде және емізетін кезде сіздің жағдайыңыз қандай? Толық организміңіз. Сіз толықтай немен қоректенесіз. Соның барлығы сіздің балаңызға беріледі, содан балаңыздың шашы өспейді, содан балаңыздың шашы жұқа. Және егер бала 3-4 жас болсын, 5-6-10 жас болсын, тіпті ол кезде организм қарқынды түрде жетіліп жатқан кезде шашы өспейтін болса, шашы жұқа болатын болса, өсу тоқтап қалса, бұл өте үлкен қауіпті жағдай. Содан балалардың шашы биттеу, сіркелеу деген жағдайларда. Себебі баланың иммунитеті төмен, жаңағы организмде жаңағы бит деген паразит қой, паразитке қарсылық қуаты жоқ. Жаңадан бері жазып жатыр, биттеді, сіркеледі, не істеймін, қандай шампуньмен жуам деп. Сол себепті міне осы сұрақтарға жаңағы екіқабат әйелдің баласы, екіқабат әйелдің шашының күтімінің дұрыс болмауы және осы балаға берілу туралы, сол туралы айта кетсең.
яғни кейбір адамдар ойлайды менің егер де менде 2 қабат кезде анемия болса, мысалы баламда анемия болмауы мүмкін деген. Ол қалай ол сонда? Сізде мысалы қан аз болып тұрса, балаңызда да аз қан болады. Сол сияқты осы 2 қабат болған кезде адамға өте үлкен жауапкершілік, себебі осы балаңыздың да осы денсаулықтары сізге байланысты болады. Мысалы сізде бүкіл қандай витамин қоры болатын болса, балаға тура солай ДНК бойынша копировка жасайды, яғни сол жер толықтай көшіріледі. Яғни сізде қандай гендер болса, соларды балада да сондай гендер болады. Сонда сіздің шашыңыз 2 қабат кезде осы түсіңкі, егер де витамин ішпейтін болсаңыз 2 қабат кезінде сондай ағарған болса, онда балалардың шашы сондай осы аз болып туылуы мүмкін. Бірақ ол балаңыздың шашы ары қарай өмір бақи аз болып қалады деген сөз емес. Ол егер де балаңызды дұрыстап емделіп, осы дұрыс тамақтандырып, яғни осы барлық витаминдерін беріп, қаратып, қандай не жетіспейтінінің себебін анықтап емдейтін болсаңыз, осы балаңыздың да өзіңіздің де шашыңыздың яғни қалыңдауы мүмкін, және де ағарғандары тоқтайды. Сондықтан және де мен ата-аналарға мынаны айтып кеткім келеді. Қазір мысалы жаз кезеңі ғой, мысалы балалардың бәрінің бастары биттеп жатыр. Оны қалай табиғи түрде алсақ, түсірсек болады деп айтады ғой. Ол өте оңай, негізінен осы табиғи түрде осы биттерді түсіруге болады. Ол буквально 1-2 рет қана жасасаңыз, ол жеткілікті. Мысалы шампуньды аласыз, кез келген шампуньды аласыз, яғни міндетті түрде, яғни Мөлдірханнан алған шампуньді алсаңыз жақсырақ, яғни ол көбінесе химикаты аздау ғой. Сол шампуньды аласыз да, үстіне масса чайного дерева деген болады. Соның мысалы 5 тамшысын алып, соған салып, одан кейін осы балаңыздың шашын сонымен жуатын болсаңыз, жуатын кезде сонымен бірге шампуньмен бірге тамызып соған жуатын болсаңыз, ол биттер кәдімгідей ана масса чайного дереваның иісінен қашады. Кәдімгідей қашады да опырылып өздері түсіп қалады. Яғни кейбіреулерде 1 рет, кейбіреулерде 3 рет жуғаннан кейін мүлдем толықтай биттер кетеді. Сондықтан осындай күшті лайфхак сіздерге, егер де балаңыздың шашының биттерімен алысып жүрсеңіз, соны кетірсеңіз болады. Масса чайного дерева деген ол аптекада сатылады. Кішкентай, енді бағасы өте қатты қымбат емес. Сондықтан сіз тағы біріншіден ол биттерді түсіреді, екіншіден осы балаңыздың немесе өзіңізде қолдансаңыз болады, шашыңыздың осы жылтырап, өте әдемі болып, яғни сыртқы защитный слой қалыптастырады ғой. Сондықтан сіздерге пайдалы болсын. Жақсы, Гүлмира, лайфхагыңа рахмет. Мен осы жерде жаңағы шампунь дегенге байланысты айта кетейін. Мына шампунь таңдаудың өзі негізі өнер, оның құрамында әрине химикаты аз болу керек. Бірақ мына нәрсені айтқым келеді, достар. Мысалы, сапалы шампуньның өзі арзан болмайды. 12-15 кете береді шампуньның бағасының өзі. Бірақ сіз денсаулығыңызды дұрыстайтын болсаңыз, ешқандай шампунь сатып алмай-ақ шаштың түсуі мен шаштың ағаруын тоқтатуға болады. Қымбат шампуньның көмегіне жүгінбей-ақ. Сонымен қатар, бұл шампуньның орнын ауыстыратын маскалар мен майлар деген бар. Өте арзан бағада жасап алуға, тіпті үйіңізде маскаларды су тегін жасай аласыз. Сондықтан сізге ешқандай шампуньға күніңіз қарамайды. Негізгі дүние, негізгі мақсат негізінде сол шампуньға, жаңағы сабындарға күнді қаратпай, организміңізді күшейтіп, қарапайым шаш күтімінің өзін дұрыстап қана сіз нәтиже көре аласыз. Және сонымен қатар бір нәрсе айта кетейін, мен қазір шампунь сатумен айналыспаймын. Кезінде жаңағы, мен шампунь сатып көрдім, бірақ үлкен көп дәрежеде сатып көрген жоқпын негізі оны. Себебі ол шампуньмен де біраз проблемалар шешуге болады ғой. Бірақ мен осылардың бәрін зерттей келе, осыны терең іздестіре келе, шын мәнінде адамның шашының жағдайының жақсару үшін шампуньға адам мұқтаж емес екенін түсіндім. Әрі бұл жерде өте үлкен нәрсе, қымбат шампуньға барлығының қол жете бермейді, және сіз шампуньмен ұзақ мерзімді проблеманы шеше алмайсыз. Жарайды, сіз қазір қымбат шампунь алдыңыз, ұзаса оны бір жарты жыл қолдануыңыз мүмкін, бітіп қалды, ары қарай не істейсіз? Тағы да барып тығырыққа тірелесіз. Осы, сонан кейін достар маған жазатын тағы бір мәселе, мына балалардың шашы, 2 қабат әйелдер, жаңағы жас ұлғайған 60 жастағы кісілер деп барлығын айтып жатырмыз ғой, табиғи түрде қарайтуға болады деп. Осы жердегі үлкен бір мәселе, маған 15 жастағы қыз жазады, 18 жастағы қыз жазады, шашым түсіп жатыр, шашым ағарып жатыр. Осы жерде мен жүрегімнің бір кішкене жүрегіме бататыны, 18 жаста шашы түсіп жатса, 18 жаста шашы ағарып жатса, біріншісі қарапайым, ал той жасағанда қандай шашыңызға прическа жасайсыз?
бұл біріншіден. Оның кейін екіншіден, мына шаштың ағаруы, сіз ойламаңыз, проблема тек қана шашта ғана, мен шашым түсіп, шашым ағарып жатыр деп. Бұл жерде сіздің денсаулығыңыз кетіп бара жатыр. Демек 18 жастағы қыз деген ол кәмелеттік жасқа толды, ол күйеуге тиюге дайын қыз ғой. Бірақ күйеуге тиюге дайын қыздың шашы ағарып жатса, демек ол ары қарайғы отбасылық өмірге соншалықты дайын емес. Ары қарай неше түрлі проблемалар, тіпті ажырасудың өзі туындауы мүмкін. Осы жердегі бойжеткен қыздардың шашы түсуімен денсаулықтың байланысы, жаңағы отбасылық өмірге байланысты кішкене тоқтала кетші, Гүлмира. Яғни әрине дұрыс айтасыз, Мөлдір ханым. Мысалы, шаш ағарған кезде ол жайдан жай ағармайды, иә. Ол бізде демек сіздің ас қорыту жүйеңіз бұл жерде дұрыс емес деген сөз. Немесе сізде гормональный бұзылыстар болып жатыр деген сөз. Яғни мысалы бізде осы меланоциттерді ары қарай осы активациялайтын ол міндетті түрде қылқанша безінің гормондары және де жыныс безінің гормондары. Яғни осы екеуінің гормондары егер де бұзылыс болатын болса, онда шашыңыздың сізде ағарып бастауы мүмкін. Сондықтан бұл проблема іште жатыр да. Сізде гормональный бұзылыстар болуы мүмкін. Яғни гормональный бұзылып болғаннан кейін ары қарай осы екі қабат жүкті болуларыңыз, яғни ол белгісіз, мүмкіндігі 50-50 болып тұр да, бұл жерде. Сондықтан осы шаш уже ағарып бастады ма, сізге сигнал келді деген сөз. Яғни өзіңізді қарауыңыз керек, ішкі құрылыстарыңызды зерттеуіңіз керек, не болып жатыр, не дұрыс емес, соның барлығына себептерін қарап, яғни анализдерін тапсыру керек болып тұр. Мысалы, ішкі құрылыстар мен ас қорыту жүйесімен бөлек, сізде осы гормондарыңыз, ішкі құрылыстарыңыздың осы бездері және де осы ұйқы бездері, бүйрек бездері, солардың барлығын мысалы қарауларыңыз керек болып табылады. Мысалы, шаш ағарулардың өзі мысалы эстетика ғана деп ойлауыңыз мүмкін, бірақ ішкі құрылыстарыңызда да шынымен де проблемалардың көбейіп жатқандары, мысалы витаминдердің шынымен де сіңбей жатыр ма, соның барлығын қарастыру керек болып табылады. Жақсы, рахмет. Яғни достар, қыздарыңыздың, балаларыңыздың шашы ағарды ма, оған бей-жай қарамаймыз. Мен оның үстіне өзім педагогпын, мектепте мұғаліммін, балалардың психологиясы практик маманмын, балалармен жұмыс жасап жүрген, сол себепті айтып отырмын. Маған мысалы осы жерде аналар көріп отырсаңыздар, мен өзімнің сторизерімде де бөлісіп отырам. 11, 12, 13 жастағы қыздар шашым түсті, шашым ағарды, не істеймін деп жазады. Аналарыңыз хабарласын десем, жоқ болып кетеді ғой. Жоқ, мен анаммен сөйлесе, демек бұл нені білдіреді? Бала анасымен сөйлесе алмайды. Сонан кейін 18 жастағы қыз, егер сіздің шынымен де қызыңыздың шашы ағарды, шашы түсіп жатыр, 18 жасқа толды, жарайды 21-22 болсын, сіз оны күйеуге берудің орнына, ана көрпе жастығыңызды дұрыстаудың орнына, сіз бірінші оның денсаулығын дұрыстауыңыз керек. Ертең байға тиіп алып, сөздің ашығы бала таба алмай жатса, сосын байға тигеннің өзінде шаш ағарып, шашы түсіп жататын болса, не болды? Сонда оның ары қарайғы отбасылық өмірі. Сіздерге осыны ашық айтып отырмыз. Сонан кейін қазіргі балалардың психологиясы өте әлсіз. Мектепте жұмыс жасаған соң білем. Балалар суицидке өте тез барады. Қазір ойланбайды. Суицид бір нәрсе болды ма, суицидке бара салады ол. Яғни өз-өзіне қол жұмсай салады. Сонан кейін маған жазады, 18 жастамын, шашым түседі, мен ұяламын, мен жаңағы ешқайда қыдырып шыға алмаймын, мен бармаймын дейді. Сонда 18 жастағы қыз сол кезде шықпаса, сыртқа шықпаса, ол қашан қыдырады деген сөз. Сосын тағы да 18 емес, 30-қанша жастағы қыздардың өзі шашым ағарып кеткен, шашым түсіп жатыр. Бұл менде үлкен комплекс. Мен тіпті осының кеселінен күйеуге шықпай жүрмін деп жазатын қыздар да бар. Сол себепті бұның ар жағында шаш түсу деген, шаш ағару деген бер жағындағы көрініс қана болғанмен, бұның ар жағында өте үлкен шешілмей жатқан бойдар, проблемалар, отбасылық жағдаяттар өте көп. Ары қарай жаңағындай айтқандай суицидке бара салу, неше түрлі қиындықтарға, қазір мен ашығын айта алмай отырған қиындықтарға апарып соқтығады. Жақсы достар, Гүлмира саған көп рахмет. Тақырыбымыз ашылды деп ойлаймын. Шаштың ағаруы туралы, шаштың табиғи қарайтуы туралы, шаштың түсуі туралы жан-жақты айттық. Саған көптен көп рахмет. Енді ары қарайда жұмысымыз жалғаса береді. Егер шынайы ниеттеліп емделем десеңіз, оның барлығын шешуге болады. Жақсы, рахмет. Эфир сақталады достар. Эфирді сақтап салып қоям. Жақсы, Гүлмира саған көп рахмет. Өте үлкен еңбек.
шырылдап тұрып халыққа беріп жатсың, түсіндіріп жатсың. Алла еңбегіңнің жемісін берсін. Рахмет. Осы сендердің сенің оқырмандарыңа осы пайдалы болсам өте қуаныштымын. Сау болыңыздар. Жақсы.